кітапхана филиалы ұлы ақын және ойшыл Жамбыл Жабаевтың 170 жылдығына арналған Жамбыл ұлы тұлға әдеби челленджін Южный кентінің кітапханасынан қабылдады. Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанында Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Заманымыздың классик жазушысы атақты Мұхтар Әуезов Жамбыл ақыл-ойдың алғыры, өзгеге ұқсамайтындары, оқшау бет бейнесімен аса зор құбылыс. Оның бірі әрі эпик ақын, әрі айтыс ақыны, әрі азаматтық әуенінде ақыны деп бағаланған еді. Ұлы Жамбылды Мұхтар Әуезов мойындаған, Сейфуллин бас иген, Сәбит Мұқанов ардақтаған, Ғабит Мүсірепов еркелеген, Бауыржан Момышұлы сыйлап, Мәлік Габдуллин құшағына алған. Ромен Ролан, Михаил Шолохов, Павло Тычино, Николай Тихонов, Константин Симонов сияқты әлемдік әдебиеттің өкілдері де ерекше құрметтеген. Жамбыл Жабаев, шәкірт балаларға. Балдырған балғын балалар, мойнына қызыл байлаған, майысып сұлу мәуесі, түрлерін гүлдей жайнаған. Мектеп поп ынтық әуесі, жасынан білім ойлаған. Айналам сендей жеткіншек, қарасам көзім тоймаған. Мәуелі сендер бәйшешек, өмірдің жазын тойлаған. Жамбыл Жабаев, шәкірт балаларға. Ұялы мен бір бәйтерек, ортанда көктеп бойлаған. Сендерді қосам жырыма, саңқылдап үнім сайраған. Қаздандап кәрі саусағым, ішекте бойлап ойнаған. Мектептен сендер келгенше, тағыда бір жыр ойланам. Келген соны айтып бермесем, балалар кіна қоймаған. Жамбыл Жабаев, артықша туған азамат. Жігіттіктің кезінде жігерлі болса ер болар, тұрмаса жігіт сөзінде нәсілі оның кем болар. Қажырлы болса майданда халыққа сөзім ем болар. Ел үшін туған ерлердің алты арты дария кем болар. Бірлігі кетсе ағайын әркімге жем болар. Жамбыл Жабаев, песня лета. Оседлайте коня моего, летние травы в степи шелестят, овцы ягнятся, верблюды кричат, гуси над степью цепочкой летят. Веселится моя молодежь, веселей лиц не найдешь. Песни, игры, счастливый смех, радость жизни пришла для всех. Жамбыл Жабаев, колыбельная песня. Чтобы ты, малыш, уснул, на домбре звенит жамбул. Струны он перебирает доброй дедовской рукой. Колыбель твою качает и тихонько напевает, чтоб слетел к тебе покой. Дремлет синяя звезда, над Джаляу спят стада, спят пуховые козлята, верблюжата спят в степи, золотые же ребята, крутолобые телята, тонкорунные ягнята, ты, малышка, тоже спи. Жамбыл Жабаев өзінің бүкіл ұзақ және жемісті өмірін ең жақсы адами қасиеттерді, патриотизмді, тектілікті, әділ іске адалдық пен әділеттілікті мадақтауға арнады. Оқырмандар Құрма ауылының 2-ші кітапхана филиалы челлендж эстафетасын Абай қаласының 3-ші филиал кітапханасына жолдайды.